Баршаңызға сәлем, мен есім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызылша қосылып дайындалатын өте дәмді салатты дайындаймыз. Ол үшін алманы үкіштен өткіземіз. Мен алманы қабығымен турадым, және менде бұл салатқа 1,5 дана алма кетті. Егер сіздер салатты көбірек дайындайтын болсаңыздар, онда сіздерде көбірек алма кетуі мүмкін. Жұмыртқаны өткіземіз үкіштен. Менде 2,5 жұмыртқа кетті, себебі 2 жұмыртқаны үкіштен өткіздім, және 3-ші жұмыртқаны тек ағын ғана қостым. Сарысын ең артынан салаттың үстін әдемілеу үшін алып қалдым. Содан кейін қатты сырды үкіштен өткіземін. Өздеріңізге ұнайтын, үнемі жеп жүрген сыр алсаңыздар болады. Сырды турап болдым. Енді бір орташа қызылшаны үкіштен өткіземін. Қызылша дайын. Енді салатты дайындауды бастаймыз. Мен бір тарелкаға ғана дайындадым салатты. Ең бірінші алманы салдым. Содан кейін жұмыртқаны салдым. Және сырды саламын. Бұл салаттан құрамын өзім ойлап жасадым. Үйде бар заттармен жасадым десе де болады. Сондықтан бірақ өте дәмді салат болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Бұл жерде салатта көбіне қызылшаны қостым. Қызылшаны осылай 3 жерден салдым. Мысалы, мына жұмыртқа, сыр және алмалардың орталарына салып шықтым. Міне салат дайын, үстіне жұмыртқаның сарысын үкіштен өткізіп салып жатырмын, әдемі болсын деп. Және шеттеріне изюм саламын, қара изюм салып жатырмын. Жаңа салаттың дәмін ерекше қылдырып келтіріп тұрады, және әдемі болып тұрады столда тұрған кезде. Салатымыз. Салат дайын, енді ортасына тек майонез салу ғана қалды. Майонезді саламын. Міне осындай әдемі салат болып шықты. Жасап көріңіздер. Егер осы салатты жасап, сіздерге ұнап жатса, комментарий жазып, осы видеоға лайк басыңыздар. Баршаңызға ас болсын.